Жігерленген құштарлықтың құралы, күрескердің арманы мен ұраны, қуанышпен мереке Далабаев Берік Амантайұлына беріледі. Құрметті қорғалжындықтар, құрметті Отан соғысының ардагерлерінің ұрпақтары, қадірлі ақсақалдар мен тыл еңбеккерлері, құрметті жастар, әріптестер, бүгін бүкіл тегестік дәуірдегі кірген елдердің барлығына тегіс қасиетті күн 9 мамыр ұлы жеңіс күні. Дорогие қорғалжынцы, поздравляю вас с величайшим праздником, Днем Победы. Желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждом доме. Пусть детским смехом разливается каждый уголок земли, и война никогда не коснется даже маленькой частички вашей жизни. Долг нашего поколения — научить своих детей любить нашу Родину, быть готовыми постоять за наше Отечество, как это сделали наши деды. Прошло уже много лет, но праздник Победы остается символом непокоренности. Чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть в сердцах наших живет вот из Адам. Адам! Пас!
Ben жауынгер, дала қырағы, туған жерді қорғайтын сақшы қырағы. Адымда, саппен адымда, ондан үшін мен сақшы, сарбазым, жаным, саған өзің едім. Ай, қабажай, салған әнім ай, жабырладым ай, десем болған ай. Ауылдың жауырын қайда жүрсең Отан үшін жанын қиған боздақтар, рухын сенің ұлт боп маздап жалындар, ел жасылан ұмытпаңдар ерлігін. Мен Маншеттің оқытын Түркенсіз студиясының жетекшісі Айдос Батекова.
Қорғалжын аудандас мәдениеті. Темір крест тағылған аңғардың да кімнің атқыш екенін жата берсе тыл үстінде қош бол, мама. Жойылсын жалғызсыз соғыс деген Орындайтын балауса балабақшасы жетекшісі Кенжегүл Кешенова қасымызда. Серлик да. Заке. Сен оны нағаш бердің ғой. Люда. Где мои трое? Где? Какое трое? Трое. Это трое. Не надо трое. Это что за фигня? Их мало.
Я вы не хотели. Это у вас удостоверенное лицо. Дайте. Я хочу. Кет. О, foto atsanız deb qolgan. Foto atsanız mı? Yeni tushmayman, bilmayman. Hadi yet kaldı be. Bence beyaz aşkı var. Böyle düşün. Beyaz aşkı var. Tanıştırmam gerekir. Жеңіс күні